Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде қазақ әдебиеті пәні. Балалар, суреттер не болды? Әдіс арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашайық. Суреттен не байқадыңыздар? Адамдардың бұл іс-әрекетін қандай қасиетке жатқызамыз? Бүгінгі сабақтың тақырыбын болжаңыздар. Бүгін бізде екінші бөлім тәрбиенің қайнар бұлағы. Сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин, Атымтай Жомарт, жомарттық қайырымдылық тамшысы. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжетін сипаттау. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттайды. Бағалау критерийі әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттай алады. Тақырыпқа қатысты қосымша мәлімет. Әңгіменің тақырыбына қарап, жомарт адамға тән қасиет, атымтай адамның есімі деп ойлауымыз мүмкін. Алайда, Атымтай Жомарт түрлі халық фольклорында кездесетін, әрдайым жағымды образ ретінде сипатталатын кейіпкер. Оның нақты қай жылдары өмір сүргені белгісіз, алайда ғалымдар арасында 6 ғасырда өмір сүрген деген болжам бар. Аталған кейіпкер шығыс халықтары фольклорында хикаяттық, қиял ғажайып ертегі, тұрмыс салт ертегі сынды 3 түрлі сипатталады. Жоғарыда жазылған Ыбырай Алтынсарин әңгімесі оның өмірі мен жомарт болу себебін нақты баяндайтындықтан осының алғашқысына жатады. Бұл әңгіме жас өрендерді еңбекке баулып, маңдай термен табылған нанның тәтті болатындығын баяндайды. Жомарт сөзі парсы тілінен алынған, жуван, жас, жігіт, март, адам деген мағынаны білдіреді. Ал енді оқушылар бізде жалпыға арналған тапсырма, интервью әдісі. Балалар, тақырып аясында сұрақтар құрастырыңыздар. Бір-бірлеріңіздің сұрақтарыңызға жауап беріңіздер. Тақырыпқа қатысты сұрақтар құрастырады, бір-бірінің сұрақтарына жауап береді. Мәселен, міне біздің тақырыбымыз Ыбырай Алтынсариннің Атымтай жомарттық қайырымдылық тамшысы. Ыбырай Алтынсарин қай жерде дүниеге келген? Деген секілді сұрақтар, жалпылама сұрақтар қоясыздар осыған дейінгі білім негізінде. Және де Атымтай Жомарт шығармасын оқып, шығарманың баяндау желісі бойынша реттілігін сәйкестендіреміз. Дескриптор шығарма мазмұнын біледі, сюжеттік желісі бойынша сәйкестендіреді. Екінші тапсырма. Шығарма сюжетін сақтап, жоспар құрамыз. Дескриптор шығарма сюжетін сақтайды, жоспар құрады. Мәселен, жоспарға біріншісіне Атымтай Жомарттың еңбек етуі деп жазсақ болады. Үшінші тапсырма. Әдеби шығармадағы Атымтай Жомарттың айтқан пікірлерін оқи отырып, өзіндік жеке пікірлеріңді дәлел келтіре отырып, тұжырым жасаңдар. Талқылау сұрақтары. Неліктен Атымтай Жомарт дәулетті бола тұра шөп тасып, еңбек қылды? Себебін түсіндіріңіз. Жомарттыққа қарама-қарсы қасиетті қай кейіпкердің сөзінен байқадыңдар? Дәлел келтіріңдер. Дескриптор Атымтай Жомарт пікіріне өз пікірін білдіреді, себебін түсіндіреді, дәлел келтіреді. Сабақты бекіту, қосымша тапсырма. Жомарттық әлемді өзгерте ме? Жомарттық қайырымдылық туралы мақал мәтел табыңдар. Аяқталмаған сөйлем әдісі. Бүгінгі мен сабақта түсіндім, білдім, көзімді жеткіздім. Мен өзімді көп нүкте мақтар едім.
Маған ерекше ұнағаны көп нүкте, сабақтан соң маған көп нүкте келді. Қызықты болғаны көп нүкте қиындық тудырды. Яғни сөйлемді өз пікірлеріңізбен аяқтайсыздар.